Ассалаумалейкум достар, бұл бізде қораның ішінде бір сиырмен ақ негізі қалай күн көруге болады. Мысалы, мына сиыр сүт береді, бұл 5 литр сүт береді. Бұл қазірше буаз, мартқа жуық, февраль айларында мысалы туады да. Бұған мысалы бір жыл 200-300 түк сатып алсаңыз, и күнде азында арпа азында еште беріп тұрасыз, и жаңағыдай несіне шөбін салып тұрсаңыз болды, суын беріп ше. Кейін қазір мынау екінші туады. Және де мұн жақта бұның баласы бар да, қазір көрсетемін сіздерге. Сіздерде осылайынан андай ақша жоқ семьялар болады, мысалы ше. Оларға мынандай варианттар бар. Мысалы, қараңыздар, мынау почти февральда бірге толады да, мынау бұзау ше. Бұл бұзау бірге толады. Тамам жанынан көрсетейін, қандай нормальный екен. Бұл бірге толған кезде жаз айында бұны қораға тығамын да, жаңағының қасына. И байлап тастаймын, жемін беріп. Бұл мүйі жоқ, табақтай таза еттің сиыры болады. Қыста уже 1,5, почти 2 жасқа тақалып қалған кезде бұл нормальный семіреді. И жаңа вариант жоқ, ойбай ақша жоқ дегендерге мынандай Романовский деген бар. Мынау Романовский деген бір туғанда 3-2 туады ше бұлар. Бұл қатты да қора керек емес, негізі тауық қора болған. Мынаның мамасын біз сойып тастадық етке ше. Қыста ет жоқ кезде осылар тойсаңыздар болады. Жақсы семіреді, қой сияқты. Мынау егізі, соның егізі. Біреу еркек, біреу ұрғаш шамасы. Егер мына екеу қашатын болса, бұлар уже басында екеуден туады да. Кейін уже мамасы 4-ден 3-ден туып келеді. Мысалы, етіңіз жоқ болса, осын сойып аласыз, нормально 30 кило ет жетеді да, мысалы. Мынау бұзауын қыста уже өз-өзін ақтап кетеді шөбін. Және де мұн жақта тағы да бір варианты бар. Құс шаруашылығы, яғни кішкентай әшін көп керек емес ақшамен нормальный жат істеуге болады. Сол мына үшін индюктер жүр да, қараңыздар. Біреу, 2, 3, 4, 5 индюк мысалы. Бұлар 15-20 болғанда мысалы басындашы. Бұларды сойсаңыз, бұлардың етінің өзі 10 кило, 8 кило шығады. Бұлардың еттері өте тамаша, кәдімгі жұмсақ. Бір қоразы болады, қоразын жылда ауыстырып тұрсаңыз болды. И мыналар көктемде жұмыртқа туа бастайды ғой. Бәрін жинап ыдысқа. Бұл үшеуін бастырып қойсаңыз, үшеуі тағы да 15-20-дан не істейді? Көктемге жуық уже осындай нормальный болып қалады да балапандары. Осылайынан жаңағыдай құс шаруашылығымен де айналып кетсеңіздер болады. И бұларда тоже мынандай жем, бидай салып отырасыз, суын қойсаңыз болды. Суын қыста төгіп ауыстырып отыру керек, өйткені мұз болып қалады. Жаңағы қазір тағы көрсетем. Осылайынан кішігірім қора салып қойсаңыз болды. И жаңағы мына сиырымыз осылай міне шөп жинап алыңыз, бір 300-400 жинап алыңыз. И нормально осындай сиырмен ақ сүті бар, сүтінен айран істейсіз, бір семьяны жақсы бағат деп ойлаймын енді. Енді мына қораны ары қарай құдай қаласа созу керек, анан бәрін шығарып, и мына жер жән былайынан бөліп, бычоктарды байлап, солайынан күн көріп кетуге болады негізі. И астын күнделік тазалап отырып, огородыңызға төгесіз, огородыңызға құнары болып не істей береді. Нормально деп ойлаймын, ангус, бірақ бұл сүтті онша бермейді. Бұл көбінесе не береді жаңағында, ет береді. Санын көрдіңіз ба? Дәу. Бір санының өзі бір нормальный кило шығады. Шөпті осылайынан үстінен түсіріп, енді мыналарға да шөп салам. Шөпті де негіз көп бере беруге болмайды, достар. Шөп көп бере берсеңіздер, ол життат тастай береді. Кішкентайдан саласыз. Зато бәрін қалдырмай жеп қояды да олар ше. Сондықтан да сіздерге мен айтарым, шөпті көп салмаңыздар да. Кішкене салыңыз, жеп қояды. И сосын көп түшпайды. Осылай, достар. Сол мен осылайынан кішігірім ақ малмен ақ нормальный заттар жасап кетуге болады. Етің бар. Анан бұзау туады, бұзауын семіртесіз, соясыз, тағы ақшасын алып қоясыз да сөйтіп. Сол баршаңызға рахмет. Тағы да қандай идеяларыңыз бар, комментарияға жазыңыздар. Баршаңыз жақсы көреміз. Өзінің жағың қолыңдағы үмітімдей үзіліпті.